Сәлем қыздар, дәл осындай керемет болып шығатын салат жасаймыз. Кез келген тағаммен жеуге келетін. Ол үшін бізге петрушка, помидор, сарымсақ және томат пастасы керек болады. Дәл осылай барлығын бөліктерге бөліп аламыз. Банкаға саламыз. Қыздар, жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ендігі кезек петрушкамызды жақсылап жуып тазалап, оны да жақсылап ұсақтап турап аламыз. Оны да банканың ішіне салып аламыз. Ашшымыз бар. Мен қатты көп ашшы жемегендіктен кішкене ғана қостым ашшыны. Сарымсақты осылай теркадан өткізіп аламыз. Енді барлығын банканың ішіне жайғастырып саламыз. Ендігі кезек қыздар бізде суымызды кішкене бір кесе суымызды дайындап аламыз. Осылай ыдысқа құйып, томат пастасын салып араластырамыз. Дәл осы судың ішіне тұз, татымына қарай қызыл бұрыш, қара бұрыш, кез келген приправа түрлерін салсаңыздар болады. Дәл осы суды осылай құйдым. Ендігі кезек бетін жауып, жақсылап шайқаймыз. Помидордың өзінің соғы шығады, қыздар. Сосын барлығы араласқан соң өте дәмді 1 сағатқа холодильникке салып қоямыз.